Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге айлық азық-түлігімізді алуға келдік. Сіздерге Түркияның супермаркеті Мопаш деп аталады, соны көрсетейін. Біз өткен айда көптеген нәрселерді, мысалы қант, сұйық май деген нәрселерді запаспен алып қойғанбыз, сондықтан оларды бүгін алмаймыз. Қандай нәрсе аз, қандай нәрсе қажет, соларды аламыз. Біз барлығын тез-тез алып шықтық. Көп нәрсені ұмытып кеткен сияқтымын. Сондықтан қазір үйге барғаннан кейін сіздерге не алғанымды көрсетемін. Бүгін продукт алуға бардық. Қозы еті 63.82 дейді, 63 лира 82 kuruş. 10,5 теңгедей примерно. Одан кейін тауық алдық. 40 лира. Примерно 1100 теңге сондай. Мынау сәл қымбат. 10,5 теңгенің көлемінде. Фарш алдық. Фарш 217 лира. 217 лира деген сіздерге аз айтамын. 5100 теңге. Сондай дайын туралған ет бар, сондай алдым. Бұл 258 лира. 258 лира дегеніміз 6020 теңге. Бүгін продукт алуға бардық, жаңа еттерді көрсеттім. Енді мұндай нәрселер алдық. Мен балалар өздеріне сүт алыпты. Күйімді мұндай тәтті алыпты, турецкий. Молочный шоколад дейді, сүтлі шоколад дейді. Мұндайды бірінші рет алып тұрмын мен, жаңадан шыққан. Оған дейін біз мынау сияқты нардың күн алып жүргенбіз. Енді мына марканы көреміз. Мынау майлы ірімшік сыр ғой, сосын мына жерде мындай тағы да лабне деген бар. Мынау да жақсы ұнайды маған. Сондай шоколад алдық. Завтракқа ішеміз. Балалар мындай кефирді жақсы көреді. Мына кефирмен біздің Қазақстандағы кефирдің вкусы отличается. Сондай тулым пейні деген ірімшік алдық. Одан кейін зейтін алдық. Мен мына зәйтіндерді жақсы көремін. Весовойды жақсы көремін, бірақ балалары жемейді. Сондықтан мен өзім ана жегенен, тем более қазір күйеуім диетада. Сосын мындай сыр алдық. Мындай печенье алды, мынадан торт жасаймын. Ол мынаны көрді, дәріптері бар деп осыны алды. Сондай детский бургерлер бар. Панкейк сияқты, сондай алдық. Мындай орешек соленый. Натуральный сок. Сондай лимонад, ананасы. Сондай нелер бар. Котлеталар. Асқан кезде, бір жей қонаққа барған кезде, сен не успевай, осыда тамақсыз салам дайын. Мына жерде де фундук. Мынандай печенька, сондай картофель фри алдым. Мен өзімді жасаймын үйде, бірақ иногда қонақтан кеш келген кезде, ертесі күні кешіп тұрамыз. Сол кезде форс-мажорный уақыттарда алып жүруге. Мындай гранола алдым өзіме, дәмін татып көруге. Фасоль алдым. Бұдан тамақ жасаймыз. Сондай напитоктары бар, түріктердің. В общем, біздің Қазақстандағы минералка сияқты, бірақ дәмі арбузбен неден жасалған, клубникадан, құлпынайдан бар.
Сондай не алдым. Корнишон. И мындай листья алдым. Мындай листьялар негізі өзіміздің үйдің қасында жүзім ағашы өсет, бірақ оны енеме жинап бергем, ол бітті кажется. Енді осындай готовый сатып алдым. Қазақстанда долма деп айтады, бізде Турцияда оны сарма деп айтады. Сарма деген, орама деген сөз. Соны жасаймын тоже. Рецептмен бөлісемін. Мені холодильникке орналастырам. Мына жерде менде морковь, помидоры, киви, банан, мындай зелень. Біз мында салатный листьядан салат жейміз всегда. Сосын петрушка алдым. Бұл мындай желтый алма. Клубник алдым. Чесночок, укроп, сондай капия бибер деген бар. Қызыл, болгарский бұрыш емес, именно осындай бұрыш. Дәмі күшті. Тамаққа қолданамын. Сосын мен болгарский перец алдым. Бұдан фаршированный перец жасаймыз. Қазақша, түркше бұны долма деп айтады. Қызыл алма. Менің күйеуім мен балалар қызыл алманы жақсы көреді, почему-то. Сосын лук такой. Қияр алдым. Мындай перецтер бар. Завтраққа жақсы майға қуырып жейміз біз бұларды. Содан алдым кішкене, күнде әлі қалған барды. Босқа шіріп кетпесін деп, мынаны азғантай ғана алдым. Ұн алдық. Неше килограмм бұл ұн? 8 килограммдық ұн алдық. Айтып қойайын. Түркиядағы ұндардың дәмі Қазақстандағы ұнның дәмі сияқты емес, өзгеше. Қазақстанның ұндары өте дәмді, жақсы көтеріледі. Ұннан жасалған выпечкаларды дәмді Қазақстандағы. Мындай туалетная бумага алдық. Мындай губка, ыдыс жууға маған керек. Мен қап-қара болғаннан кейін бәрін атып жіберемін. Сосын менің ыдыстарым бәрі сынып қалды, балаларым бәрін барабан қылдырып. Сосын мындай приборлар алдым. Мындай. Сосын мындай салфетка алдым, микрофибер деп аталады. Көреміз, тестировать етем. Өзіме колготки алдым Пентиден. Сосын мындай темір губка деп айтамын, деп айтамын. Сондай алдым. Сондай влажные салфетки 5 штук алдым. Одеколон алды. Мынау турецкий марка Элидор деген. Мынау крем для волос. Шампуньді алдым қазір. Бұл шампуньні күйеуім бірге алдым. Сонымен тағы не алдым. Мынау алғанымыз не екен? Бумажное полотенце, мынау туалетная бумага. Одан кейін мыналар қалып қойыпты. Репчатый лук и картошка алдым. Картошканың, кстати, дәмі тоже Қазақстандағыдай емес. Қазақстандікі вкуснее все-таки. Мына жақта өте дәмді картошкаларды табу қиын. Афион деген жақтарда жақсы картошкалар сол жақта. Мындай салфетка алдым. Сосын мындай турка алған болатынмын. Менде кофе жасауға турка жоқ, кофеварка да жоқ. Сосын турка алдым. Сосын біз завтрак ылғи бал жейміз, сол бал таяқшаларын алдым. Мындай соя соусын, яблочный уксус алдым. Кеше көрсетуге ұмытып кетіппін. Мындай сосын нар шырыны соус бар да, гранатовый. Так, онеки алған заттарымыздың бағалары бар. Бәрін қазір астынан жазып кетем. Сіздер Қазақстандағы бағамен өздеріңіз салыстырып көріңіздер. Қай жақ қымбат, қай жақ арзан деген сияқты, қандай тауар қымбат екен деген сияқты бұл жақта. Барлығы бұл жерде 3549
лира 70 kuruş 70 тиын дейді, яғни тұрады екен. Бәріне осыншама ақша кетті. Енді бұл Қазақстанның ақшасына салғанда барлығы 3549 болыпты, яғни 3550 дейікті. 3550 лира барлығы осы продукттардың, заттардың бәрін алған. Қазір теңгемен сізге шағып айтып беремін. Достар, видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Көріскенше күн жақсы болсын.